Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналымда кезекті рецепт. Бұл сметанник пирогы, яғни сметанник пирогын ірімшікпен жасайтын боламыз. Өте қазақи дәм шығаратын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, жанындағы колокольчикті басып қойыңыз. Менің бірде-бір рецепттерімді қалдырып алмайтын боласыз. Бізге ең алдымен ұн қажет, ұнның бетіне бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет. Және де ұн қосқышты бірден салып, осы үшеуін жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Ұн мен май жақсылап біріккеннен кейін қантты салып, біркелкі араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды бірденен салып, өте жұп-жұмсақ етіп қамырлейтін боламыз. Бір-біріне жақсы бірігеді. Мен ингредиенттердің барлығын описанияға қалдыратын боламын. Сол мөлшерде ғана ұн қолдансаңыздар жеткілікті. Қамырымыз дайын, салмасын дайындаймыз. Енді салмасы дайын болғанша қамырды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салафанға немесе бетін жауып, міне дәл осындай жұп-жұмсақ қамырды болуы керек. Қызыл ірімшік, осы қызыл ірімшікті жақсылап турап алатын боламыз. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша, дәл кубиктап турасаңыздар да болады. Мен кішкене жұқалау еттім. Жиырма пайызды қаймақ қажет, және де три желания сгущенкасын пайдаландым. Өте сапалы сгущенка пайдаланыңыздар. Себебі три желания деп фирмаларын өте қою, әдемі болып келеді. Ал көбінесе сгущенкалар сұйықтау болады, сондықтан основаларыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Барлық салманы алып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Бұл жерде қант салмасаңыздар да болады. Ірімшіктің өзі де тәтті, және де сгущенка да тәтті болғандықтан, қаттақ тәтті болып кеткенін қаламасаңыздар, қантты қоспай-ақ қоюларыңызға болады. Мен қант қосып көрдім, өте тәтті болады екен. Негізінде қантсыз да өте әдемі болып шығады. Жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Біркелкі масса болғанға дейін миксер еш нәрсе қолданбаймыз. Крахмалды саламыз. 2 ас қасық крахмал жеткілікті. Кукурузды крахмал. Тоңазытқыштан қамырды шығарып, осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Кішкене биіктеу етіп. Барлығы біркелкі болуы тиіс, сонда әдемі көрінеді. Шанышқының көмегімен біркелкі етіп тесіп аламыз. Ең алдымен салмасының жартысын ғана құю қажет. Ірімшіктің барлығын осылай салып шығамыз. Пештеріңіз осы кезде 160 градуста қызып тұратын болсын. Салмасының қалғанын осы бетіне құйып шығамыз. 160 градуста жарты сағаттың ішінде пісуі керек. Бөлтіктері қызарған кезде ала беріңіздер. Салмасының өзі қызармайды, сол бетінен сап-сары болып, өте әдемі болып қалуы тиіс. Міне 30 минутта пісіп шықты. Өте әдемі болып тұр, және де түсіп қалмайды. Қолыммен ұстап көріп жатырмын. Толықтай суытып қатыруымыз қажет. Мен бір түнге тоңазытқышта қалдырдым. Немесе жақсылап суыту қажет. Міне ортасын сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын, ішінің қалай болатындығы. Өте жұп-жұмсақ кесіліп жатыр, жақсы қатырылған. Міне ортасы дәл осындай болады. Наурыз мерекелерінде немесе ұлттық тағамдардың арасына қоссаңыздар, өте жақсы кететін сметанник. Дәмі де тәтті және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер. Егер де менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде астына өз пікіріңізді қалдырып, және де лайк басуды да ұмытпаңыз. Заказға пісіретін сметанниктің арасына қоссаңыз да болады. Өте керемет, және де клиенттеріңіздің ойынынан шығатынына сенімдімін, және алда наурыз мерекесі келе жатыр. Соған орай пісіріп көрсеңіз болады. Ас болсын, сау болыңыздар.